Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар. Студияда Жанна Алмасқызы. Ақмола облысының Макинск қаласында құтқарушылар су тасқынының салдарын жоюға барын салып жатыр деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасаған Қазнұр КЗ. Құтқарушылар су басқан аумақтардан суды соруға кірісті. Жұмыстар тәулік бойы жүргізіледі делінген Төтенше жағдайлар министрлігі. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті ақпаратына сәйкес су тасқыны жағдайының күрделенуіне байланысты Бұланды ауданының Макинск қаласында апаттың салдарын жою бойынша белсенді жұмыстар жалғасуда. Атырау облысының Құрманғазы ауданында фермерлер кенелердің көбейіп кеткеніне алаңдаулы. Шаруалардың айтуынша әлсіреген ақбөкендерді кенелер қаптап жеп жатыр. Енді кенелер үй малына да қауіп төндіруі мүмкін деп хабарлайды Стан КЗ ақпарат агенттігі. Ауыл тұрғындары кенелердің тарататын түрлі ауруларынан қорқып отыр. Ең бастысы кенелер үй жануарларына, әсіресе жылқыларға жаппай шабуылдауы мүмкін дейді. Қазір малдар төлеп жатқандықтан вакцина егу мүмкін емес. Сондықтан тұрғындар әзірге қора қопсына дезинфекциялаумен шектеліп отыр. Бірақ бұл шараның көмегі боларына күмәнмен қарайды. Оқиға орнына ветеринарлар мен жануарлар дүниесін қорғау инспекторлары барып, жағдайды тексерді. Ветеринарлар үй малына қауіп жоқ екенін айтып, халықты тыныштандыруға тырысты. ақш конгресіндегі республикалықтары президент Дональд Трамптың тарифтерге қатысты өкілеттіктерін шектеуге тырысып жатыр деп хабарлайды Стан КЗ. Өкілдер палатасындағы Небраска штатынан сайланған республикашыл конгрессмен президенттің өкілеттігіне тікелей қарсы шығып, тарифтер мәселесінде конгрестің құзыретін қалпына келтіруді көздейтін заң жобасын ұсынатын мәлімдеді. Бұл заң жобасы Сенаттағы екі партиялық ұсынысты қолдауға бағытталған. Сенаттағы заң жобасы президентке тариф енгізу құқығына шектеу қоюды, соның ішінде кез келген тарифті кез келген уақытта конгресс дауыс беру арқылы тоқтаталуын көздейді. Сонымен қатар президент енгізілетін кез келген баж салығы туралы конгресске 48 сағат ішінде хабарлау керек, ал конгресс 60 күн ішінде бұл тарифті тікелей мақұлдауы қажет. Тағы 4 республикашыл бұл заң жобасының тең авторы болды. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Жанна Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Екібастұзда 16, Қостанайда 13, Түркістан мен Қызылордада 26, Шымкент, Таразда 24 градус жылы, Атырау мен Ақтөбеде 17, Ақтауда 13, Оралда 20, Семейде 11 градус жылы, Өскемен, Қарағанды, Теміртауда 9, Балқашта 11, Жезқазғанда 13, Талдықорғанда 14 градус жылы, Астанада 11, Алматыда 15 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.